Былғары белдік, кітап, сіріңке, бәтеңке сынды сырт көзге қарағанда қарапайым 16 зат, бірақ әрқайсысы жәбірлеу құралына айналып, әйелдердің өмірін қия жаздаған. Әр стендте қиянаттан аман қалған қыз-келіншектердің оқиғасы баяндалады. 25 қараша әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықты жою күні. Осыған орай елордада тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күресуге шақыратын кәдімгі заттар көрмесі ашылды. Біріккен ұлттар ұйымы әйелдер құрылымының ресми статистикасына сүйенсек, әлемде күн сайын 137 әйел өз отбасы мүшелерінің қолынан қаза табады. Ал әр үшінші әйел өмірінде бір рет болсын физикалық не жыныстық зорлыққа тап болады. Сондықтан экспозицияның басты мақсаты бұл мәселеге назар аударту дейді ұйымдастырушылар. Гендерлік зорлық-зомбылыққа қарсы күрестің 16 күндік науқаны соңғы 30 жыл бойы жаһандық деңгейде өткізіліп келеді. Осы көрме аясында біз әйелдер мен қыздарға қатысты зорлық-зомбылықтың басталуы көбіне үйде болатынын көрсеткіміз келді. Суық қару емес, тіпті осы қарапайым заттардың өзі озбырлық құралына айналып жатыр. Около 40%. Зәбір жапа көрген әйелдердің тек 40% ғана көмекке жүгінеді. Бұл қорқынышты жағдай. Өкінішке қарай ковидке байланысты пандемия кезінде мұндай фактілердің саны 25%-ке артты. Жыл басынан бері ел бойынша 1600-ден аса қыз-келіншек зорлық-зомбылықтан зардап шегіп, 48-і көз жұмған. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше 7000-нан астам әйел кризистік орталықтарға орналастырылған. Бұл және өзге де мәселелер гендерлік зорлық-зомбылықсыз 16 күн науқан аясында өткен Отбасы институты және отбасы саясаты конференциясында талқыланды. Жиынға қатысқан 35 дипломатиялық миссия мен халықаралық ұйым өкілдері тұрмыстық зорлықтың алдын алып, отбасы институтын нығайтуға шақырды.